Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі менің жап-жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Бүгін Асылзатпен сіздер оңай және тез Эра фабрикасынан шығып жатқан Мона Лиза деген керемет, өзгеше классика түрінде жасалған диван-бек тігеміз. Мінекей диванымыздың көрінісі осындай. Қарап тұрсаңыз, диванымыз өте ерекше. Сол ерекшеліктерін керісінше жасырмай көрсету мақсатпен осы диван-бекті тігіп шығамыз. Қыздар, мастер-класты қалай пішкенім бар, қалай өлшем алғаным, және де қалай тіккенім барлығы көрсетілген. Басынан аяғына дейін үзбей көріп шықсаңыздар, саналарыңызға керемет мүмкіндіктер және де керемет лайфхактар түйілетін болады. Алланың разылығы үшін осы мастер-класты сіздерге түсіріп ұсынуға ниет еттім, қыздар. Сіздерге тамшыдай болса да пайдам тисін деген ниетпен. Ал енді мастер-классымызға кірісейік. Қыздар, мінекей біз ені 2,70, ұзындығы 4 метр мата алдым. Осы диван креслоға жаңағы отыратын жеріне және де спинкасын жабуына түгел кетет деп 4 метр мата алдым артығымен. Вдруг жетпей қабатса деп та енді. Әдемі молочный цвет алдық, мінекей. Бұл бежевый емес, білмеймін, мынандай бір әдемі бір молочка сияқты, қыздар. Күшті цвет. Сол жаңа диванымыздың ағашына подсвет. Шетінде ағаштар бар ғой, өрнектелген. Соған подсвет болады деп мен как дизайнер ретінде осыны таңдадым. Және де, қыздар, біз диванымыз классический болғандықтан, біздің дивандығымыз да однотонный емес, мынандай классикалық, мынандай оюлар бар, өзінен шыққан, мынандай узоры бар, көріп тұрсаңыздар, 3D узоры бар. Енді сол диванымыздың жан-жағындағы керемет алтынмен жалатылған ағаштарды көрсету үшін біз сондай тәсіл қолдануымыз керек, диванның әдемі изящный жерлері көрініп тұру керек. Біз как жапқыш сияқты оны бүкілін жауып тастасақ, әдемі диван екенін көрініп тұрмайды ғой, дұрыс па? Қымбат екенін көрініп тұрмайды. Ал мына диван-бекпен біз диванның әрбір ұстаның істеген ағашын ойған жерлерді көрсетіп қалуымыз керек. Және де етегіне біз кішкене мынандай жалтырап, диван-бегіміз кішкене бір әдемі бір сәнді болып тұру үшін осы Blue Marine кружевасын таңдадым, қыздар. Мінекей етегіне, кресланың етегіне және де дивандықтың етегіне желбіретіп тігіп қоятын боламыз. Ол да әдемі сәндік элемент болып саналады, қыздар. Керемет болып дивандығымыздың етектері жылтырап, жаңағы ағаштың алтындарына сәйкес болып, үйлесіп әдем болып кетеді. Енді пішу, қалай бұны пішеміз? Бірінші біз жалпы жаңағы мен неуедегідей алғандай, жалпы өлшеммен пішіп аламыз, 4 пішті, тік 4 пішті қылып. Содан кейін барып, спинкаларын жаңағы сызған кленкімізді қойып ойып аламыз. Ал неуені жаңағы сиденьяларын, сол диванның сидушкаларын шешіп алып, жаңағы матрасын шешіп алып, матаға қойып тұрып ойып алып, жан-жағына 17 сантиметрлік полоскамызды тігіп, киілетін қылып шығарамыз. Ал жан-жағын барлық невемізді мен андай косайбейка сатып алдым, қыздар. Міне осындай әдемі молочневый түс бұлда. Көрініп тұрған шығар, анық. Міне бұның сантиметрлігі қазір өлшейміз. Міне екі жағы қайтарылған, қыздар. Бірінші жағын өтектеп аламыз, өткендегідей оңай болу үшін тігілуіне атуына қайылып кете береді, лавканың астына кіріп кете береді. Сол үшін мінекей менің косайбейкам 2 сантиметр, нормально 2 сантиметр. Мінекей біз бұлайынан, қыздар, өлшемін алдым мен диванның. Енді сіздерге парақта көрсетейім, кейін тағы скриншот қылу үшін тағы жіберемін сіздерге. Бұл Мона Лиза деген диванымыз. Мінекей диванымыздың бетін айтқанда, турана бетінің ұзындығы 160 екен. Және де мына жағы мынандай қылып қысқарып кете береді екен, қыздар. Міне мына жағы. Тура мынандайынан 160 төрпішті емес та, мына жағы мынандай дуга болып тұрады екен. Сол үшін тек мына жағын, ең ұзын жағын өлшедім, 160 екен. Ал ені болса, диванымыздың отыратын беті 70 екен.
мына жағына түсіп тұратын жері 15 сантиметр, ар жағына кіріп тұруға 15 сантиметр болса, общий 1 метр мата кетеді екен. Ені 1 метр болу керек екен. Ұзындығы 160 болғанмен, екі шетіне кіріп тұруға 5 сантиметр, және де мына шетіне қайрылып тұратын 7-14 сантиметрді қосқанда, общий 184. Неке? 184 сантиметр мен алсам, қыздар, мата. Енді ойлап қараңдар, мына жағына көп мата кетейін деп тұр. Міне мен 184 сантиметр матаны алсам, міне. Мына жағын мен жапсам, мына жағына қанша мата ысырап болып тұрынан қараңыздар. Міне. Мына матаның барлығы диван астына кіріп кетеді, міне. Дым қажеті түкке де қажеті жоқ болып тұр матаның. Ысырап болайын деп тұр, бір сөзбен айтқанда. Сол үшін мен бұл жерде киілетін чехол жасаймын деп шештім. Турана бетін матаға қойып тұрып сызып аламын, 160 қылып, міне мына жағында. Сосын 15 сантиметр мына жағынан түсіп тұрады деп отырмыз ғой, міне мынау. Жан жағынан да 17 қылып аламын, 17 сантиметр қылып. Жан жағын айналдырып тігіп, киілетін қылып қоямын. Міне тура бетіне бетіп қап болып киілетті, тұра қалады. Сол кезде маталар ысырап болмайды. 17 сантиметрлік ұзын полосканы айналдырып тігемін мен, беті әдемі болып жата қалады. Сол кезде дивандығымыз қимылдамайды да, жылжымайды да, как чехол сияқты киіліп қалатын болады. Ал енді подлокотнигіміз міне былайынан қайрылған размері 65 сантиметр, ал ұзындығы ені 70 сантиметр екен. Оны сіздерге міне былайынан көрсетемін. Мына жерде мен подлокотник деп қойғамын. Мына ең ұзын жағы 70 деп аламын. Міне. Содан бір 10 сантиметрдей 70 болып келеді да, мына жаққа келгенде бұл 60 болады, қыздар. Тағы бір 10 сантиметр өлшеп аламда 50-ге дейін, 59-ға дейін әкелемін. Міне. Бар жағы сосын 59 болып кетеді, міне. 59-бен бітеді мына жерлер. Тек міне 10 сантиметрдей 60-ға дейін әкелемін. Ал ұзындығы мінеке білесіздер 65 сантиметр. Дәл осындай пішінде пішеміз. Өйткені подлокотнигіміз біріңқай бейтіп 70-ке 70 қылып ала алмайды екен біз. Диванымыздың подлокотнигі да мынандай өрнектелген, көріп тұрсыздар, соның бәрін көрсету керек. Ал кресломыздың орындығын да дәл жағы дивандағыдай мен міне 72 болып тұр ғой, мына жағы 72, мына жағы 78-80 болсын мейлі. 80-ге 72 қылып алсам, міне тағы да мына маталар ысырап болып кетейін деп тұр. Міне кресланың артына мыналар тығылып қалады, мына жағына мен тығам ғой оларды бейтіп артысына. Әшенге әшен мыналар қиылып қалайын деп тұр. Сол үшін бағанағыдай 17 сантиметр бұғанда полоска қиып аламын өлшеп. Оны мына бетін дегі матаға жалғап бетіп айналдырып тігіп шығамын, ол да киілетін болады, қыздар, нәсіп болса Құда қаласа. Мінеке біздің дивандығымыздың осындай қылып өлшем алғанымды сіздерге айттым, және де мастер-классымды соңына дейін көрсеңіздер, бәрін түсінетін боласыздар. Суретте сіздер диванның өлшемін көріп тұрсыздар. Мен белгілеп кеттім, скриншот қылбасаңыздар болады. Егер де сіздің диваныңыз сондай болса, Мона Лиза диванын өлшеміне енді пішеміз. Қыздар, мен стёганый велюрдан бір 4 метр мата алдым дедім, мінеки сізге. Айтарындай 4 метр матаны беталды пішіп тастау өте қиын. Сол үшін біз мына қағазға макет қылып түсіреміз да, бірінші қағазбен жұмыс істеп аламыз. Содан кейін барып, сол алған практикамызды матаға қолданамыз. Новичоктарға да қолдану өте оңай болады. Мінеке менің стёганый велюрым 4 метр деп мен 4-ке бөліп қойдым. Міне. Ені білесіздер 2-де 70, міне ені. Ал қақ ортасы, мына матамыздың мынадай ортасы болса, ортасы мінеке 135 пен 135. Мына жағы 135, мына жағы 135 матамыздың. Мен матамды ұзыннан жайып алдым. Содан жағы ворстына қарап, қай жағы светлый, қай жағы темный, қай жағы менің жағы
диваныма әдемі келетінін көріп алдым, цветін. Сөйтіп мінекей сызып бастадым. Міне бірінші 1 метріне міне мен диванымды сыздым. Қазір ручкамды алайын. Мына жағынан 1 метр болса, мен енін 80 қылып аламын да, мына жақта 20 сантиметр қалып қояды. Міне былайынан 165 сантиметр алуым керек. Өткен диванның отыратын орындығымыз 165-ке 80. Мына жағына дейін қиып аламыз. Міне. Жаңа көріп айтқандай, мына жағы 135, мына жағы 135, бұл жақтан 30 сантиметр аламын. Енді мына жақта 1 метр 5 сантиметр қалды. Міне. 1 метр 5 сантиметр қалып қойды. Мынау диванымның беті. Міне. Мына жер сәл қисық болып кетті, енді осылай түсіндірем. Міне. Енді үстінде жаңа диванымнан 80 сантиметрден 20 сантиметр қалды. Оған 50 сантиметр қоссақ 70 сантиметр болады. Кресламыздың беті 70-ке 70 қылып аламыз. Әрине мына жер 135 болғандықтан мына ортаға дейін бізге 70-ке 70 қоссақ 140 болады. Оған тағы 5 сантиметр мына жерден алады екенбіз. Сонымен осы кресламыздың отыратын жерін әдемілеп пішіп аламыз. Кресламыз 2 кресло. Міне 2 креслоның ортасынан бөлеміз. 70-ке 70 болды. Диванымыз тұр міне. Міне екі жағында 2 креслоның беті тұр. Міне. Күшті керемет әне. Міне мынау 2 кресломыздың осындай спинкасы. Міне. Енді диванымыздың спинкасын пішеміз. Одан алдын диванымыздың 2 подлокотнигі бар. 75-ке 75 қылып аламыз. Міне 75 қосу 75 150 болады. Мына жер 135 болса, мына жағына тағы 15 сантиметр мына жақтан сәл артықтау қылып алып, осылай сызып аламыз. Сөйтіп 150-ге 75 қылып сызып, 2 подлокотник шығарамыз, қыздар. Мына жерде 5 сантиметр ол жаңағы спинкасынан алынған расход. 5 сантиметр полосочка расход болып қалды. Кресломыздың спинкасын 75-ке 75 қыламыз. Баяғы мына шетінде қалып қойған 105 сантиметрден 75 алсақ, мына жақта 30 сантиметр қалады. 105-тен 75 алсақ, 30 сантиметр мына жақта қалады. Мына жағынан да 75 қылып аламыз. Және де сәл көтеріліп, мына жағында 75 қылып сызып алып, екеуін де қиып аламыз. Міне диванымның спинкасын қидым, қыздар, мінеки 190-ға 75 қылып. Мынау диванымның орындығы 2 подлокотнигі. Мынау кресломыз и спинкасы. Кресло, спинка. Креслода подлокотник жоқ, ағашы бар оның. Диванға подлокотник істейміз міндетті түрде. Енді бәрі түсінікті болған шығар деп ойлаймын, қыздар. Енді матаға көшу үшін мына қалдық мата мінеки менде қалып қойды. Міне макетте осындай мата қалды. Енді мен 16 сантиметрден 15 метр полоска шығаруым керекпін. Осылардың айналасын тігу үшін. 15 метр полоска шығарамыз енді. Мінеки менің матам дәл бағана қағаздағыдай болып артық болып қалды. Мінеки көрсетейін сіздерге. Міне қалдықтары 4 метрден осынша мата ауысып қалды. Көрдіңіздер ма? Қанша я сэкономила. Енді мына артық қалған мына қисық-мыйсық жаңағы не дейді, остаткілерді полоска алуға көшеміз. 16 сантиметрді өлшеп аламыз. Мына жер болады екен примерно. Мінеки
Бұл матаның сызудың қажет жоқ, қыздар, өзінің наусымен тікелей кетесіздер. Сонымен бір полоска шығайын деп тұр мынадан. Екі полоска шықпайды екен, өкінішке орай, ар жақтары қисық-қисық. Мынадан да кішкене бір жерге бір жалға жіберетін жағы. Бұдан да бір 16 сантиметр полоска шығады екен, қыздар. Мінеке. Міне осымен тіке кетсем полоскалар шығады. Қазір сіздерге көрсетемін. Одан кейін міне мына жақта, міне ойық жерден мен 16 қылып бөліп қойдым. Міне қазір осы мына тігістің бойымен мына ортасымен кете берем ғой өстіп. Міне 16 сантиметр полоскалар істеймін. Міне осылай. Түсінікті болған шығар. Тағы жетпесе, енді мына ұзын жағынан полоскаларды қиып аламын. В общем, жететін сияқты, қыздар. Ал сәттілік енді. Кресломыздың беті мынау. Бұны қалай енді пішеміз? Міне мен төрпішті қылып алдым. Бағанағы схемадағыдай пішіп алдым. Енді, қыздар, ворстын бірдей қыламыз. Өйткені кейін дивандегіміз басқа түсті, креслаларымыз басқа түсті болып қалып, ұят болмау үшін бәрін бірінші ворстын тексеріп аламыз. Бір направленияда болу керек. Егер де шатаса берсеңіздер, мынандай қылып ручкамен өзіңізге метка қойып қойыңыз. Ворст астқа қарау керек дегендей. Міне мынау дивандегіміздің диванымыздың кресласының бетіндегі мынандай матрасын, қыздар, мен алып келдім. Міне. Осы мынау асты. Мынау мінекей, мынау беті. Мынау беті. Диванның осындай матрасы да алынады екен, бірақ оны енді көтеріп келе алмаймын ғой, дұрыс па? Шамам келгені осыны алып келдім сіздер үшін, сіздерге көрсету үшін алып келдім. Мінекей, былайынан қоямыз. Жаңа ворстымыз мынау басында, міне ворстымыз астыға қарап тұру керек, қыздар. Сол үшін мынау басы болады, міне. Мынау басы, мінекей. Біздің жаңағы өстіп қоямыз, міне. Дәл өстіп қоямыз да трафарет қылып айналасын сызып аламыз ручкамен. Міне. Міне, қыздар, мынау біздің жаңағы кресломыздың алды ғой, міне. Көрдіңіздер ме? Алдына осындай гармошка салынған ғой. Соны енді жабамыз ғой, жаңа 16 сантиметрлік полоскамызды мына жерге тігеміз. Ал мынаны қазір трафарет қылып мен сызып аламын. Тура осылай, қыздар, мінекей, бір бетін қоя отырып, осылай қылып пішіп алдым. Мінекей, колокольчик сияқты екен. Мінекей. Өте керемет болды. Мына жағынан да әдемі түсті болды. Мінекей, узоры да әдемі түсті, қыздар. Мына узоры дәл центрге кеп түсті. Күшті болды. Қазір енді екінші кресланыкында дәл осылай қылып пішіп аламыз. Мінекей, қыздар, ворстын жақсылап тексеріп аламыз. Міне бірдей болып тұр. Яғни мынау бас жағы болады, міне. Енді осының өзін қоя отырып, сызып алып, қия саламыз, міне. Мінекей, кресломыздың түсі бірдей болып тұр. Көрдіңіздер ме? Потому что ворстын біздер бір жаққа қылып алғандықтан. Әдемі, мінекей. Екеуін да узоры ортаға келіп, керемет келісіп тұр. Енді керемет дивандек болайын деп тұр бұл. Диванымыздың үсті. Диванның матрасы өте үлкен, қыздар, білесіздер, 160-қа 70. Сол үшін мен жаңа матамды білесіздер, 165-ке 80 қылып алдым мына матаны, артығымен кіттай, міне. Енді соған матрасын қойып тұрып, міне бүйтіп сызып алдым. Міне матрастың орны мынау, қыздар. Ол да матрасы да мынандай неге екен, волнистый дей ма, не дейді? Мынандай бір қалыпты еместі, бір түзу сызық емес, әйтеуір былай істелінген ғой. Өзінің фасоны сондай да енді. Мона Лиза деген суретте көріп отырсыздар. Енді қазір осыны по контуру бетіп қиып шығамда, диванымыздың да беті дайын болады. Осының шетіне мына полоскамызды тігеміз. Міне.
16 сантиметр. Ол не үшін десеңіздер, мінекей мына дивандегіміздің беті, міне жаңа біздер пішіп алған. Ал мына полосканы міне мынандай қылып тігіп шығамыз. Міне енді түсінген шығарсыздар. Міне барлық жағына осылай қылып айналдырып кигіземіз. Міне сол кезде осындай әдемі болады. Кешегі сіздерге айтқандай, мен кресланың спинкасына жаңағы прозрачный силиконымды қойып тұрып, сызып алған пішін бойынша мінекей мынау менің кресламның спинкасы, қыздар. Міне, екі креслаға екі спинка. Мынау кресламыздың орындығы, міне. Мынау міне спинкасы. Болды, бұны пішіп дайындап қойдым. Енді мынау подлокотнигіміз. Жаңа 75-ке 75 қылып алып, міне трапеция қылып пішіп алдық, қыздар. Трапеция дегеніміз, міне мына жағы 75 болып келетті, мына жаққа қарап 60-қа дейін қысқарады, міне. Осындай трапеция деген пішім болады. Бұл екі подлокотнигіміз, міне біреу, екеуінің да цветі бірдей, ворысына қарап бірдей пішіп алдық, қыздар. Соған қатты мән бересіздер. Қайта-қайта айтуым сол. Міне мынау диванымыздың жаңа асты, үсті, беті, мынау екі подлокотнигі, ал енді дивандегімнің қазір сіздерге спинкасын көрсетемін. Қыздар, дивандегімнің спинкасын мен жаңағы силикон трафаретімді қойып тұрып, бейтіп пішіп алдым. Көрдіңіздер ма? Үсті бейтіп биіктеліп, түсіп, мына жағына мінекей мынандай қошқар мүйіз ұқсап бейтіп қайырылып, сөйтіп волнистый болып келген. Ол диванның өзі суретте қарасаңыздар, байқайсыздар. Сол жакартын жауып, кірлемеу үшін солай жасап жатырмыз. Көрдіңіздер ма? Сосын диванымыздың арқасы былайынан, міне, дуга, радуга ұқсаған. Сол үшін біз мынау тіке болғандықтан, мына жағы салбырап қалмау үшін, міне мына жерінен кіттай тігіс аламыз. Артынан, міне, былайынан тігіп аламыз. Мына жағын жұқартып келеміз да, мына жаққа дейін, міне қалыңдау қылып тігісті мына жерге дейін инемен белгілеп қойғанмын. Бұл жерге осындай шов түседі, бітті. Сонымен бұл дивандегіміз жабысып қалады артына. Керемет, қыздар, иә? Бұның білесіздер, 2 метр қылып алсаңыздар болады. Енді қорқсаңыздар, болмаса 1,90-ға 75 қылып алдым. Керемет болайын деп тұр. Мынау, қыздар, біздің жаңағы кресламыздың мінекей мынандай чехолына, былайғы жағына әдемілеп мынандай блюмаринімізді бетіп тігіп аламыз. Мынандай складочка жасап әр жерінен. Осылай қылып жасап аламыз. Енді мынау диванына мінекей бетіп мен инемен тоқтатып алдым. Где-то примерно аралары бір 10-11 сантиметрден екен. Бір жерлері 10, бір жерлері. Енді гүлдерін келістірдім да, гүлдері тұрсын дедім, гүлдер. Осы гүлдеріне мән бересіздер. Қандай да бір кружева тігетін болсаңыздар, енді мына гүлді жауып тастауымыз керек емес та, сол үшін әдемі болып тұру керек. Мінекей мына жағына дейін қайырдым, қыздар, мына шетіне дейін, міне диванын инемен тоқтаттым. Мына өзінің мынандай, не дейді, мынандай тесмасын мына неуеге әкелдім. Өйткені мына жерге әкеп тіге алмаймыз. Сол үшін сәл түсіріп тігеміз, міне мына неуеміздегідей әдемі болып тігіледі. Ал қазір енді мынаған да инемен жинап шығамыз, мына екінші креслаға. Қайтарып аламыз, міне екі жағын бейт тігеміз, міне бейтіп. Екі жағын бір қайтарып алсақ, әдемі қылып, міне бейтіп қайтара салдым, міне. Бұл шетінде болғанмен бірақ кіріп тұрады ар жағына да. Мына диванымыздың мына бұрышы шығып тұрады әшейін. Бұнда да сондай болады. Сол үшін мына екі шетін қайтарамыз. Мінекей, қыздар, бірінші мына жағынан тоқтатып алып, мынандай складка қылып, сборка қылып, жинап кете бересіздер. Міне. Міне былайынан жарыққа қойып көрейін. Жарыққа қойып көрсетейін. Міне мына гүлдер қалу керек, міне. Содан бейтіп бүріп аласыз да. Былайынан шығып кетпеу керек, қыздар. Міне мына
тігіспен ұшпа ұш болу керек. Міне былайынан түзу етіп тоқтатып кете береміз. Осылай қылып жинаймыз енді. Ал қараңыздар, құрметті көрермендер, мінекей осындай киілген түрінде міне сіздерге көрсетпекшімін. Қараңыздар, әдемі бір анандай небе болып тұр. Фата сияқты болып ба, бір желбіреп, әдемі болып неке көрсетіп тұр. Өздеріңізді көріп тұрған шығарсыздар, қырынан көрсеңіздер әдемі көрінеді. Енді диванымызда скоро фотоотчет, видеоотчеттарды ізінде мастер-класста көресіздер, тамашалайсыздар. Лайк болса лайк басыңыздар, от болса отты. Ал рахмет қолдағандарыңыз үшін. Неке қыздар, біздің жаңағы кресломыз осындай, диванымыз да осылай әдемілеп асты осылай қылып төгіліп тұру керек. Мінекей. Асты осындай, бетінде осы как вуаль сияқты мінекей жамылып әдемі болып тұру керек. Қандай керемет көрініп тұр, иә қыздар? Қыздар, ең бірінші ісімізді ретімен істесек, міне бірінші мына полоскілерімізді осылай лента қылып міне жалғаймыз. 16 сантиметрлік полоскілерді мінекей. Сосын тағы бір айтып кетерім бар. Жалғап жатқанымызда міне ворстын бір келкі қыламыз. Екеуі екі түрлі болып қалмау керек. Бір түсте болу керек. Сол кезде бірыңғай әдемі ұзыннан осындай лента болып шығады. Қыздар, мінекей біз полоскамызбен диванның бетіне жалғадық. Енді осылай мінекей киілетін болады. Косойбикамызды кәдімгідей қылып тігіп алдық жан жағын. Полоскамызды, кстати, қыздар, міне мынандай қылдым. Мына тігілген жерлерін косойбикамен битіп жауып тастадым, жалғанған жерлерін. Енді мына мақтасы шығып тұрады, бір түрлі болып тұрады ғой, көзге жаман тиеді. Сол үшін мен былайынан тігіп тастадым. Енді дивандығымыздың ішкі жағында мінекей мынандай тігістер қалды. Бұны да косойбикамен тігіп шығамыз. Біріншіден қыздар, мен косойбикамды құртқым келмей отыр. Барлық жан жақтарын тігіп болғаннан кейін ауыз қалса тігемін, болмаса басқа түстен алып қаптап жіберемін деп отырмын. Енді екі невемізді тігіп тастаймыз, кресломыздың жаңағы үстін, содан кейін барып спинкаларға көшеміз. Кейін барып ішіндегі мынандай тігістерді косойбикамен жамап, дивандығымыз дайын болады. Мастер-класстан ұзамаңыздар қыздар, мастер-класстың соңында керемет лайфхак көрсететін боламын. Оны өзім ойлап таптым. Оны ешбір YouTube каналдың ешбір мастер-классында көрмейсіздер. Сіздерге гарантия беремін. Ал жаңа қыздар, диванымызды қалай тіктік? Дәл солай қылып мына кресломыздың үстінде тігеміз. Міне мына полоскамыз мына жерге түсу үшін қайтадан алдыңғы жағын ворстын көріп аламыз. Бірдей болу үшін мінекей. Және де осылай қойып алып, міне былайынан айналдырып кресломыздың үстін тігіп шығамыз. Мінекей қыздар, мынау диван, мынау біздің кресломыздың алдына сәл артық тауып аламыз. Мынау жамалған жер мына бұрышына келіп, мына қапталына келіп тұратындай қылып. Ал қыздарынан қараңыздар, мен енді мына жаңағы кресломның үстіне мына полоскамды тіктім. Енді қазір тексереміз, міне. Осыны әдейі сіздерге алып келіп көрсеткім келді. Міне былайынан киіледі. Мына жақтарын дұрыстап жібереміз. Әр өзінің орнына түсу керек. Ал қараңыздар. Міне, диванымыз да дәл осылай. Дәл осылай біздің жаңа матрасымызға киілу керек. Сол кезде әдемі чехол болады.
және де дивандегіміз кірлесе алып жууға да ыңғайлы болады. Мінекей, көрдіңіздер ме? Дәл осылай қылып, мінекей, екіншісінде тігіп болып, осыған кигізіп көреміз. Дәл болса, значит болды. Енді қыздар, мына астын косой бейкамен тігіп шығамыз. Мына астын айналдырып. Келіңіздер, енді соны көрсетіп жіберейін. Дәл мынандай қылып, мына жаңа екі жер жалғанған жерді қыздар, мынандай өлшеп аламыз да, бірінші осы жерін жамап аламыз. Мына өтек басылған жағын мына қапталына қойып алып тігіп аламыз. Ал қыздар, біз мына жалғап алдық. Енді косой бейкамызды шетіне айналдырып тігіп аламыз. Ол үшін біз ыңғайлы жағын қойып аламыз. Яғни жамалған жағынан басталсақ болады. Осы жерге келіп тоқтаймыз. Мінекей, мына өтек басылған жағын ұшпа-ұшпыл қойып аламыз да, артқарап кейін қайтарамыз. Мінекей. Қыздар, мінекей, косой бейкамыз бітті. Осылай екеуіне қостық. Міне былайына жалғадық. Енді былайынан қайтарып тігеміз. Мінекей, мына сыртын шетіндегі мына косой бейкамен, мына подлокотнигім ғой, білесіздер, барын артын да алдын да мінекей өстіп тігіп шықтым. Білесіздер, косой бейкамен қалай тігетінімізді. Мынау мінекей біздің кресломыздың спинкасы. Мінекей диванымыздың да спинкасын, жан жағын, айналасын осылай қаптап, мына ортасын мінекей бүктеп тіктім. Мінекей диванымызға бетіп жатып қалатын қылып, міне ортасында мынандай невесі бар, шоф түсірдім. Одан кейін енді осыны істеп болғаннан кейін, қыздар, мінекей мен стразыймен, мына золотистый түсті стразыйдың екі қатарынан қиып алдым да. Бұлар жусаң да невесі кетпейді, қыздар. Не дейді анандай? Краскасы кетпейді, білесіздер, тек қана үстінен тряпкамен бейтіп ысқыласаңыздар ғана кетеді. Так, мінекей, осылай мынандай декорация дейма, не дейді анандай сәндік элементін жасап шығам. Біздің диванымызға сәйкес арасында, ағаштардың арасында алтын жалатылған краскасы бар. Сонымен әдемі үйлесіп кету үшін осылай жан жағын, мінекей, спинкаларын мен безендіріп шығамын. Біздің құпиямыз мынада, қыздар. Мынандай атласный лентадан мінекей 12 штук 40 сантиметрден мен қиып қойдым. Міне 12 штук 40 сантиметрден қиып қойдым. Ол 3 мына диванның невесіне байлауына, ортасына мынандай невесі болады, 60 сантиметр ғой. Қыздар, мынау диванымыздың спинкасы ғой, мынау дәл ортасы мінекей. Дәл ортасында байлайтын жері жоқ, тек ілдіреміз. Міне 60 сантиметровый ленточканы осылай тігеміз. Баратта ол невесіне киілет, мынандай ағаштан істелінген коронасына. Содан кейін мына жерінде бір мынандай ағаш келгенде былайынан көтерілген, ортасында проем бар. Сол жерге мына екеуін тігіп қоямыз. Сол жерге мынау байланады, ұстап тұрады. Содан кейін міне мына жеріне біреу солай тігілет, тығылып байланады и мына жеріне байланады екен, қыздар. Өзі әр жердің өзінің белгілері бар. Осы бауларды біз істеп шығамыз да байлап қоямыз. Ал кресломыздың мінекей мына жерде кішкене екі неве өлшеп қойғамын. Сол жерге міне екеуден істейміз. Или битіп істейміз да. Былайынан тігіп қоямыз, қыздар. Сол жерде тесік бар, тығып байлап қоямыз. Оны кейін сіздерге көрсететін боламын. Қалай біз төсегенде. Қыздар, мінекей біз бауларым тігіп болдық. Міне біздің спинкамыз, жаңа невеміздің, кресломыздың спинкасы осылай қылып артына байланады. Мына жері былайна бетіп әдейін болып түсіп. Мінекей екеуіне де бау тақтым. Ал мінекей біздің диванымыздың мынандай жерлері байланады, қыздар. Міне осы жерлеріне осындай екі баудан осылай қылып тігіп шығамыз да, ортасына мынандай кигізілетін, косой бейкадан қалған еді, үлкен невесіне кигізіп қоятын мынандай
гаечка сияқты ручка істеп қойдым. Көрініп тұрған шығар, міне былайына бар киіледі. Қалғандарын бәрін бау қылдым, қыздар. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің дивандегіміз дайын. Міне сіздерге айтқандай матрасымыз орнына түсті. Кружеваларымыз міне былайынан төгіліп әдемі болып тұрады етегі. Және де міне тастарымыз әдемі болып, сәнді элементіміз жарасып кетті мінекей. Көріп тұрғандай. Міне біздің дивандегіміздің баулары не үшін керек екенін енді түсініп жатқан шығарсыздар. Ал мінекей. Міне подлокотниктеріне дейін тастары бәрі жалтырап тұр. Көріп тұрсаңыздар, міне етегі диванымыздың. Ал сіздерге енді сәттілік. Мінекей мына жердің бауы байланып тұр. Ағаштың да әдемі сәндік элементін жаппай тұр. Көріп тұрсаңыздар, көрдіңіздер ме? Әр өзінің контурымен тігіліп жабылып тұр. Мінекей.